Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін сіздермен ең қорқынышты корейлік фильмдердің бірі «История двух сестер» фильміне шолу жасаймыз. Психологиялық хоррор фильм 2003 жылы сценарист және режиссер Ким Чи Унаның басқаруымен түсірілген. Аталмыш кино танымал корейлік фольклор Роза мен Лотос туралы ертегіге негізделген және де бұрында бірнеше рет түсірілген болады. Кинопоиск сайтында киноның рейтингі 6.5, ал IMDb'де 7.2. Киноның негізгі сюжетіне келетін болсақ, киноның басты кейіпкерлерінің бірі Су Ми психиатрдың алдында отқаннан басталады. Кейінірек ол әпкесі Суйон және әкесімен бірге психиатриялық ауруханада ұзақ уақыт болғаннан кейін үйіне оралады. Ол жақта оларды өгей шешесі Юн Чу қарсы алады. Бірденен қыздар мен өгей шеше арасына қарым-қатынас шиеленісе түседі. Көп ұзамай қыздар белгілі бір елес көре бастайды, ал үйде біртүрлі жағдайлар орын алады. Қыздардың өгей шешесі күйеуіне бәрі қыздардың үйге оралғаннан кейін басталғанын айтады. Бірақ әйелінің де жасыратын нәрсесі бар. Ол психиканы қалыпқа келтіру үшін дәрі қабылдайды. Біраз уақыттан кейін үйдегі жағдай шиеленісе түседі. Бірақ әкесі Юн Чудың қыздарына деген теріс қатынасын байқамайтын сияқты болып көрінеді. Фильм көптеген жанрларды біріктіреді: хоррор, триллер, детектив және де драма. Кино өзінің ауыр атмосферасымен болып жатқан оқиғалардың құпиялығы, түсініксіздігімен тартады. Кино барысында болып жатқан жағдайларға қатысты кейбір болжамдар пайда болады. Алайда киноның аяғы сізге өзінің сюрпризін ұсынады. Әлбетте бұл кино шедевр емес және де қатты қорқынышты деп те айтуға болмайды. Әйтсе де фильм бірқатар хоррор кинолардан ерекше желісі атмосферасымен айрықшаланады. Қызықты сюжет, мен ойымша, триллер мен ужастиктерге әуес адамдарға ұнауы керек.